Армысыздар ардақты ағайын, 2021 жылы бақытты отбасы бағдарламасына қалай қатысамыз, толыққанды білгіңіз келсе осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бақытты отбасы бағдарламасы, яғни 12 сәуір күні Құдай қаласа басталады. Қазақстан Республикасы бойынша 5000 адамды осы бағытта биыл баспаналы қылу жоспарда бар. Осы толықтай нұсқаулықты көріп, өзіңіз де өтінім беріп баспаналы болыңыздар. Бақытты отбасы бағдарламасына жалпы 3 категория қатыса алады. Ол қандай категория? Және де бақытты отбасы бағдарламасының толықтай шарттарын білу үшін менің осы алдыңғы видеоларымды көрсеңіз, өзіңіз толықтай шарттарымен таныса аласыз. Биыл бақытты отбасы бағдарламасы 12 сәуірден 26 мамырға дейін болады. Яғни осы уақытта сіз бақытты отбасы бағдарламасына қатысып өтінім бере аласыздар. Бақытты отбасы бағдарламасына қалай өтінім береміз? Енді егер сіз мына 3 категория бойынша әкімдікте кезекте тұрсаңыз, онда міне hsbk.kz сайтына 12 сәуір күні кіріп өтінім бересіздер. Өтінім беру барысында қандай, яғни мәліметтер сіз жайлы қажет? Ең бірінші ЖСН, өзіңіздің иіңіз, екінші ұялы телефоныңызды міндетті түрде енгізуіңіз қажет. Енді қараңыздар, hsbk.kz сайтына кірдіңіздер, өзіңіздің иіңді енгіздіңіздер, ұялы телефонды жаздыңыздар. Одан кейін бірден сайт сіздің кезекте тұрмағаныңызды тексереді. Көрдіңіздер ма? Бізде арнайы жасалып қойған. Бізде бірден тексеру мүмкіншілігі бар. Яғни сіз осы 3 категорияға енесіз бе, енбейсіз бе? Яғни бостан бос өтінім беретін көптеген жандардың бәрін, яғни қабылдай бермеу үшін бірден жазылады. Егер кезекте тұрсаңыз, сізге жазады. Сіз осы 3 категория бойынша кезекте тұрсыз, өтініміңіз қабылданды. Енді толыққанды, яғни 26-сына дейін бәрінен өтінім қабылданып болғаннан кейін сіз жауабын білесіз деп шығады. Егер сіз кезекте тұрмасаңыз, сізге бірден ақпарат жазады. Сіз осы 3 категория бойынша әкімдікте кезекте тұрған жоқсыз, ренжімеңіз. Сіз бұл, яғни бақытты отбасы бағдарламасына қатыса алмайсыз деп. Немесе андай жандар болады, 12 күні бір өтінім береді, 15-сіне тағы да бір рет өтінім берейінші, на всякий деп кіріп қалған кезінде ол кісілерге жазады. Айып етпеңіз, сіз алдында бақытты отбасы бағдарламасы бойынша өтінім беріп қойғансыз, яғни бұл иін, бұл ЖСН бойынша алдында өтінім болып қойған дейді. Жалпы өтінім номер бәрін жазып береді сіздерге. Енді қараңыздар, 12-сінен 26-сына дейін сіздер толыққанды өтінім бересіздер. Осы уақытта барлық адамдар өтінім береді. Енді 27 мамыр күні, міне 26-сына дейін өтінім бердік. 27 мамыр күні тізім шығатын болады. Яғни өткен жандардың, өтпеген жандардың резервті тізім дегендей толықтай тізім шығатын болады. Яғни тізім қалай таңдалады? Осын жақсылап тыңдап алыңыздар. Кім алғаш кезекке тұрды, кім ертерек кезекке тұрды дейікші, сол жандарда приоритет болады. Яғни кім бірінші кезекке тұрды, сол жандарда бақытты отбасы бағдарламасында, яғни бірінші өтуге мүмкіншілік болады. Бұл жерде, яғни бұл дегеніміз кезекке ерте тұрған жандарда жеңіске жетуге мүмкіншілігі көп болады. Ары қарай, енді екі тізім, яғни құрылады. Осы бағанағы жандардың арасынан основной список, резервный список деп. Основной список ол өткен жандардың тізімі, резервный список ол, яғни өтпеген, бірақ өтуге мүмкіншілігі бар жандар. СМС, яғни СМС немесе сайтта хабарлама 3 түрде болады. Да, нет, без ответа. Да, өттіңіз, нет, резерв, без ответа, яғни сіз бұл бағдарламаға қатысқан жоқсыз деген білдіреді. Енді қараңыздар, резервте тізімге түскен достар, қатты мойымаңыздар, көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Мына основной списоктан төлем қабілеттілігін растау барысында өте көп адам өтпей қалады. Біріншіден, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша жалақыдан шектеу бар. Көптеген енді өздеріңіз байқайсыздар. Жалпы нұрлы жерге ұқсастауға бұл. Сондықтан мына резервті списокқа түспаған жандар қатты мойымаңыздар, үлкен өтініш. Основной списоктан көптеген жандар өте алмай, сіздер міндетті түрде жоғары қарай көтерілетін боласыздар. Енді қараңыздар, 27 мамыр, одан кейін, яғни айттық қой бағана основной список шықты деп. Төлем қабілеттілігін растауға 1 ай беріледі. Яғни 1 айдың ішінде осы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша өткен жандар төлем қабілеттілігін растайтын болады. Яғни көбісі төлем қабілеттілігін растай алмай қалады, кредиттер көп болып шығады, доход жетпей қалады, доход асып кетеді. Міне сол кезде резервті списоктағылар төбе көтерілетін болады. Яғни сізге бағанағы основной списокқа өттіңіз деген кезде банктан СМС келеді, одан қалса ертесіне бірден біздің банктың менеджерлері хабарласып, құттықтаймыз, сіз бақытты отбасы бағдарламасы бойынша негізгі тізімге еніп тұрсыз, банкқа келіп, яғни төлем қабілеттілігін растасаңыз болады деген ақпарат жеткізілетін болады. Енді қымбатты достар, мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Егер кезекке тұрған уақыты бірдей болып қалса не болады? Мысалы, жылы
айы, күні енді ондай болып қалуы мүмкін ғой. Егер екеуінің кезекке тұрған уақыты бірдей болып қалатын болса, онда приоритет кім мына сайт арқылы өтінім бірінші берді сол жанда болады. Көрдіңіздер ма? Сондықтан сайтта өтінім пайда бола сала бірден беру керек, достар. Кезекке тұрған уақыттарыңыз бірдей болып қалса, сіз за счет того, что сіз бірінші өтінім бердіңіз, өтіп кетесіз. Одан кейін мынандай сұрақ туындауы мүмкін, әр аумақтан неше адам қатысады. Достар, яғни біз айттық, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 2021 жылға бюджет, яғни шектеулі. Яғни бұл жерде бәріне беріп тастау, бәріне үйлі қылып тастау деген мәселе жоқ та, енді өздеріңіз түсінесіздер. Жыл сайын белгілі бір бюджет беріледі, әр аумаққа өзін мысалы беруге болатын адамдардың саны беріледі. Сондықтан мен сіздерге айтайын, әр ауданның өзіндік бір лимиті болады. Мысалы бір ауданда мынанша адамға беруге болады, мына ауданда мынанша адамға беруге болады дегендей. Сондықтан менен сіздерге совет: басталды ма, бірден өтінім бердіңіздер, мынаны түсініп алыңыздар, қараңыздар, барлықтарыңызға сәттілік, барлықтарыңыз өтіп кетіңіздер. Бақытты отбасы бағдарламасын жалпы түсінбейтін болсаңыздар, төлем қабілеттілігін, доход жөнінен, яғни сұрақтар туындайтын болса, осы мен Мақсатпен атты YouTube каналымда арнайы видеоролик бар, соны көрсеңіздер болады. Қымбат достар, осы бейнеролик сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Түнгі сағат 12-ден 21 кетті. Мен осы видеороликті бүгін жазып отырмын. Бүгін 12 сәуір. Баршаларыңызға сәттілік, әр қазақстандық баспаналы болсын. Мақсатпен YouTube каналына жазылыңыздар. Осы видеоны статусқа қойыңыздар, группаларға жіберіңіздер. Барша жандарға пайдалы болсын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.